Ярындан башлап режиссер Нариман Алиевның «Эвге» фильмы ойнатуға чыға. Кеченлерде Киевде фильмның тәқдимі олып кечті. Фильм Қырым татары Мустафа аққында икееті. Оның эки оғлы Қырымның ишғаленден соң Киевге көчіп кетті. Икее оның уйкен оғлы Назимның өлімінден башлана. Баба есе кечик оғлы Алимны Эвге қайтармаға, уйкен оғлыны есе Қырымда мусульман әдетлеріне көре дефин етмеге тырыша. Фильмның дүния көлемінде тәқдимі Кан кинофестивалінде олып кечті. Анда фильм айры бақыш программасында темсіл етілді ве ғалебе қазанды. Эвге Одесса кинофестивалінің гран-при сайыбыдыр. Яқынларда Алтын глобус Америка киномукафаты үшін ярашадяк. Але як розповісти історію кримтатарської родини? Кырымда чекімлер кечірмейіп, кырымтатар айлесі ақында икейіні насыл тариф етмек мен үшін бұйық бір суал еді. Ама менің достым азербайжанлы режиссер Навруз Хакмет маңа сценарий ғаясыны берді. Бір адамлардың ақрабасы өлгенде олар ұзаққа кеттілер. Бұл концепттен «Эвге» фильмі яратылды. Кырымтатар айлесі ақында тариф етмек имканым пейда болғанын аңладым. Шу арада саяси ве ичтимаи манасы ile. Bir taraftan gösterilecek bizim halkımızla, bizim urf adetlerimizle. Başka taraftan bu sevgi, bala ve babasından olgan elbette eğer adam öz balanı ya da öz babasını sevse, onun için öz içinde saklamak gerek mi? Aytmak gerek.